Тамшылар тобының ата-аналары мен тәрбиеленушілері сіздерді 25 қазан ұлттық мерекеміз Республика күнімен шын жүректен құттықтайды. Бірлік, татулық, ынтымақ, халық осы үш ұғымның мағынасын жақсы біледі. Қазақстан Республикасы көптеген ұлт пен ұлыстың басын біріктіріп, ынтымағын жалғастырып отырған, еңсесі биік, өзгелермен терезесі тең, дербес мемлекет. Еліміздің мәртебесі биіктеп, әлемге шарықтай берсін. Келесі бейнеміз арқылы Қазақстанның тұрақты дамуы мен кемелдену жолындағы еңбектерімен қысқаша таныс болыңыздар. Sana beni kanatçım, istakacını tapalım. Mamalım, kızım, babalım. Hapsizide kazam. Қазақстан Республикасы 1990 жылы 16 желтоқсанда өз тәуелсіздігін алған болатын. Тәуелсіздігіміздің қасиетті біріктіруші образы мемлекеттік рәміздер болып табылады. Мемлекеттік рәміздер кез келген мемлекеттің тұтастығы мен егемендігін бекітетін оның ажырамас атрибуттарының бірі. Қазақстан Республикасында мемлекеттік ту, мемлекеттік әнұран, мемлекеттік елтаңба Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері болып табылады. Қазақстанда ауыл шаруашылық түрлері мен өнеркәсіп түрлері қарқынды даму үстінде. Қазақстанда атап айтатын болсақ, мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, балық шаруашылығы, орман шаруашылығы, мақта шаруашылығы тағы сол сияқты көптеген шаруашылық түрлері қарқынды даму үстінде. Сонымен қатар Қазақстанда көмір, мұнай, газ өнеркәсібі өте қарқынды дамыды. Қазақстан облыстық қонақжай мемлекет. Қазақстан аумағы 17 әкімшілік аймақтарға бөлінген. Қазақстан аумағында 34 облыс және республикалық маңызы бар 3 қала бар. Олар Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары. Тыныштық елімізге бере берсін, молшылық төрімізден ене берсін, табиғат таусылмайтын ырзық беріп, қызығын ел жұртымыз көре берсін.